Үміткер қабылдауға дайынсыз? Дайынмын. Шақырамыз ба? Шақырамыз. Жақсы, ендеше Перизаттың алғашқы үміткері, келіңіз. Қош келдің. Отыра беріңіздер. Есіміңіз танысайық сізбен? Есімім Бексұлтан. Бекка деп атай берсеңіздер болады. Бексұлтан, жасыңыз нешеде? Жасым 26-да. Талдықорған қаласынанмын. Бексұлтан, Талдықорған қаласынан. Сіз неге Перизат? Перизат бірінші күннен бастап негізі көзге түсті. Бірақ та келуге мүмкіншілік болмай қалды Талдықорғаннан. Сонымен бүгінгі күнге сәт түсіп тұр екен. Шүкір, бұған дейін үміткер келіп қоймады. Сонымен бірінші болып үлгеріп келіп отырмын. Бірінші болайын дедіңіз. Бірден басқа жігіттер келмей тұрып, алдын орап кетейін дедіңіз ғой. Дұрыс болыпты, иә? Всегда бірінші болғанды жақсы көремін да, негізі. Перизат, сұрақтарыңыз? Саламатсыз ба, Бексұлтан, иә? Бека дей берсеңіз болады. Бека, мені таңдап келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Жаңа ара қатынасқа дайынсың ба? Иә, дайынмын. Дайынсың ба? Алғашқы үміткері. Дайын болсаң, таңертең осы жерде отырған бір жігіттен сыйлық алдың, бағалы сыйлық. Оны қалай түсінеміз? Бір жігіттен бағалы сыйлық алды? Қандай мақсатты алдың енді? Перизат? Сізге сыйлық беріп үлгеріп жатыр ма біздің жігіттер? Ұмытып қалыппын. Ұмытып қалды? Ол жігіттің де қазір көңіл күйі жоқ. Бүгін таңертең болған нәрсені ұмытып қалдыңыз ба? Шаш кептіргіш сізге сыйға тартты. Сыйлады. Кім сыйлады сізге? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан сыйлады дейді. Нұрсұлтан. Ассалаумағалейкум, Бексұлтан, қош келдіңіз. Негізі өте сымбатты жігіт кеп тұр. Бұл жақта мен... Білмеймін, сізге қарасам, сіз жаңа үміткер кіргеннен бастап көңіл күйіңіз жоқ. Жоқ, Баласахан, басынан бастап қой, олай демесеңізші. Басынан бастап ауырып, мазам болмай, бүйтіп. Өз-өзіммен отқан жайым бар ғой, просто өте сымбатты жігіт келіп отыр. Неге таныс көрмеске деген сияқты, ол жаңағы сыйлық өте бағалы емес, ол жай ғана бір көңіл ретінде берілген нәрсе, тем более бір керек дүние болып қалғанда, бұл қызғаша өзіндікі сынып қалған ба деген сияқты. Сол кезде бір соны елеп ескеріп, как дос ретінде берген жайым бар, Баласа ханым. Екеуің осы жерде отырған адамсыңдар, күніге сөйлесесіңдер, бір-біріне бауыр басу деген сияқты болып қалу мүмкін да. Просто мен ертең алтын уақытымды құрбосқа құртып қойғым келмейді. Жоқ, Бексұлтан, мен телефон деппін ғой, микрофонды алғаннан бастап, мен сені бір деген жоқ, мен микрофонды алдым, қош келдім бауырым, өте сымбатты жігіт, танысып көрсеңдер, бір күшті дүние, бір таныстық шығатын сияқты деп тілегімді айтып алдым, дұрыс қой. Ал одан кейінгі мен жауабым, бұл қызға ешқандай сезімім жоқ, бұл қызды мен жақсы сыйлаймын, досым, құрметтеймін, болды. Хорошо, еркекше қол бере аласың ба? Білесің ба, қол қойғаннан гөрі еркектердің бүйтіп қол алысқаны ол өте жоғарғы келісім деп айтуға болады да. Еркекше қол бере аласың ба? Баласахан, осы жерде айтып кетесің? Жоқ. На жақта мен қол беруге ешкімге міндетті емеспін, біріншіден. Екіншіден, мен сөзімде тұрам, бұл қыз мен досым. Атак, мен саған міндетті емеспін, бауырым. Қол беруге, либо бір сендердің араларына түсуге де мен ешқандай бір қақым да жоқ болды. Ғалымжан. Шымылдық ашылды. Перизат. Нұрдәулет, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қазақ елі, Қырғыз елі, Өзбекстан, жалпы әлем. Бүт әлем көреді ғой, жалпы әлемге. Ассалаумағалейкум. Перизат, енді жаңа Бексұлтан деген есіммен танысты, себебі сіз сырттай танитын шығарсыз. Иә, танимын. Ал сізге көз түсіп келген екен, әсеріңіз, бөлісіңіз. Бірінші үміткеріңіздің Нұрдәулет болғанына көңіл күйіңіз өзгеріп кеткен жоқ па? Біраз өзгергені бар. Беканы күттім деп қойсай. Біздің қырғыз қызына үйленген жігіт әзір ажырасып кеткенсіз, аны білем. Кәдімгі настроение түсіп кетті ғой қызың. Не болып қалды? Тыныштық па? Негізі Перизаттың өзі айта алмай отқан сияқты. Перизат екеуміздің арамызда диалог болған кезде, Перизат именно осы ер азаматты өте жамандаған болатын маған. И
өте қатты айтты сол кезде. не деп айтты? Перизат, өзің айтасың ба или? Енді бұл жерде интрига жасамай ақ қояйын, просто как ер азамат ретінде нақты енді не айтылғаны сәл Перизатқа ыңғайсыз болатын сияқты, қыздар арасында айтылған әңгіме болғаннан кейін. Бірақ жер домалақ енді. Сен ойламаған дүние, адаммен адам кездесіп қалады. Солайынан ойы түсіп келген екен сізге. Білмеймін енді, сіздер жалпы өмірде жақын араласпаған болсаңыз, не болса да естігеніңіз сырттан келген қауесет. Яғни сіз нақты болды ма ол нәрсе, болмады ма, бәлкім білмеуіңіз де мүмкін. Жақыннан танысып көргеннен кейін бәлкім адамның ойы өзгереді. Мен егерде қазір сен мына қызды мен братан жақсы көремін мен деп сыртта екеуміз сөйлесетін болсақ, мен інімнің көңіліне қарап, мен ерден кетуге дайынмын. Шынымен. жоқ мен ана жерде Сіз не үшін мені таңдап келдіңіз? Енді Қайралы қырғыз қызы. енді Сіз Аида эмне деп ойлап қалады, көңілі сынып қалады деп ойлап одыңыз? жоқ, Айда туралы келетін болсақ, бұл жерде Айданың уже жігіті бар. Ал менің қызым жоқ. Мен қызым жоқ болғаннан кейін келіп отырмын. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, қызсың, саған келіп отырмын. Әп-әдемі. Татына қай қызсың? Былай айтқан кезде. Перизат, мен саған да айтып тұрмын, сенің қазір көңілің түскені Нұрдәулеттің келгеніне емес, сен просто басқаша сөйлеп тұрғанына деп ойлаймын. Өйткені сен екеуіңнің ара қатынастарың уже басталып кеткен деп мен ойлаймын. Шолпан, біз екеуіз кеше ұрысып қалғанбыз, Ошон үчүн силер башкача сөздү сүйлөп атасыңар да? Оған дейін сен айтқан болатынсың, мен Нұрсұлтанға жігіт ретінде қараймын деп. Дұрыс па? Жоқ, мен антип айткан эмесмин. Енді өзіңнің Сіз әзір Екеуіңіз қыздар, Шолпан, Перизат, құрып едіңіздер ғой екеуіңіз. Мен саған жаным ашып айтып тұрмын. Ол саған сен сонда әр жігітпен солай үміт беріп, солай сенмен пайдалануына бере бересің ба? Сен айтсай, сен басқаша сөздер айттың ғой маған. Қазір не үшін басқаша сөйлеп тұрсың? Мен саған әлде де мен сенімен араласпаймын деп шешкенмен де, мен саған жаным ашып айтып тұрмын әлде де. Түсінсең. Шолпан, қай жағынан жаныңыз ашып тұр? Жоқ, Нұрсұлтан бұған үміт берді да. Азыр басқаша сөз сөйлеп тұр да. Негізі бұған жігіт ретінде ухаживать етіп жүр негізі. Не деп айтылды, айтыңыздар? Ол қыз, мысалы мен Перизатты бар азыр сөйлеспесек те мен жақсы білемін, өте жүрегі нәзік қыз да. Көп нәрсені ана жігіттің сәл заботасының өзін жүрегіне жақын қабылдайды. Жігіттерді Перизатқа бір ит таластырғандай таластырып қойып қарап отырды, өзі дөп етіп айтатын адам ғой осы жерде. Мысалға ертең үміткер келетін келіп отырды, көзіміз көріп тұр ғой, отношение құрады, ертең бір кездесулер болады. Сол кезде мысалға оған неприятно ғой, шынымен де дос болып ортаға түсе берсе мысалға. Маған да неприятно, бәріне неприятно негізінде. Енді өзі айтсын да осы жерде мысалға, жоқ, мен мысалы қызбен кездесем, ол қызым 1 минут айтып алайын да. Қыздар, жігіттер тыңдайық. Мен де бір қызға үміттеніп келіп отырсам, мысалы ортаға досым деп түссе, мысалы маған да неприятно мысалға. Бұл жігітті түсініп отырмын мен. Енді бұл жерде Перизаттың айтатын сөзі ғой, мысалға, егерде екеуі пара болып жатса, мысалға, мен Нұрсұлтанды мысалға ортаға қоспаймын. Нұрсұлтан айтып отыр, сен маған ортаға түсе алмайсың, мен сенімен дос бола берем, сен бізге шектеу қоя алмайсың деп отыр да, мысалға. Мен олай прямой шектеу қоя алмайсың деп айтқан жоқпын, абылай. Нұрсұлтан, тоқта. Бұл жігіттің айтып отқанын мысалға. Өйтіп тоқтататын сен емес мені. Бұл жақта мен айттым, Нұрдәулетке айттым. Нұрсұлтан, Абылай. Мен бұл жігітті әлде мені сыйлап отырмын да. Жобаның сыртында мысалға Нұрсұлтан келіп маған айтса дейді да, маған сезім бар десе, мен кетіп қалам деп отыр. Молодец, мен оны сыйлап отырмын. Бірі былай деп, бірі басқаша енді ауыр тигізіп жатқан жерлерде болып жатыр, бірақ бұл пранк болатын, құрметті көрермен. Нұрдәулет бізде жаңа қатысушы. Қош келдіңіз. Перизат, енді бұл ренжімессіз, сізге жасалған кішігірім пранк. Ал бірақ негізі бізде Нұрдәулет өзінің бағын іздеймін, жобамды іздеймін деп жобамызға қатысушы ретінде келіп жатыр. Сол пранкқа кешірім ретінде сразу гүлді ала келгем ғой. Бірден алдын ала кешірім сұрақ қойын дедіңіз. Рахмет. Жақсы, олай болса Перизат, жайғасыңыз. Жамандамай жүр, Біліп қойдық, сіз жайлы не айтқанын. Ал Нұрдәулет, қалыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Өте күшті балауса ханым. Көңіл күй? Көңіл күй супер ғой.